Бәріңе сәлем достар, сізден біргемен немесе бүгін біз өзіміздің супергеройлық саяхатымыздың, яғни екінші бөлім жасайтын боламыз. Және достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, біз өткен бөлімде мынандай бір керемет деревняны тауып алған болатынбыз. И осы деревнядан біз өзімізге уже 1,5 стак кітап алып алдық. Бұл өте керемет енді достар. Енді достар, бұл жолы біз не істейміз? Так, бұл жолы біз кішкене шахтаға барамыз. Себебі шахтадан өзімізге керекті ресурстар алу керек. Бірақ шахтаға бармас бұрын мен өзіме бір жақсы бір үй салып алатын сияқтымын. Себебі бізге үй міндетті түрде керек. Или әзірше мен үй салмай тұрам, себебі мына шетелдердің үйінде қона тұрам. И былай бастай берейік уже шахтаға баруды. Мына жерде дайын шахта тұр екен, осыған барай берейік. Так, мына жақта не бар екен, оны алдағы уақытта көреміз. Так. И достар, қазір өзіме мен бірінші. Так, мына жерде былай қарап отырсам, деревянный киркаш сайын. Так, түсіп кетті. И осы арқылы өзіме қазір тағы да 3 булыжник қазып алып. Жоқ, 3 емес, кішкене одан да көп қазып алайын. Себебі маған пешке, сосын тағы да басқа да инструменттерге керек болады міндетті түрде. Так, ну не. Так, оны кейін железо тапқанда көреміз, оның не екен. И қазір бізде уже 10 тал. И қазір сол 10 талды біз былай пайдаланамыз. Өзімізге бірінші жақсы қылыш жасап алу керек. Так. Сосын өзімізге жақсы кирка болса. Так, осы да жетеді. И осымен қазір қазып алайық. Мынау қазылам екен. Жоқ, бұл өкінішке орай қазылмайды. Бірақ мына бір нәрсе қазылады екен. Так. И осы жерден мына өкінішке орай шахта емес екен. Өкінішке орай. Жарайды. Ештеңе етпейді. Мына жерде қазір Wayne Manier'дің несін жазайын, кодын. Так, Wayne Maniers. Мынау осынай. Так, и мына угілді ала саламыз сразу. А то қазір қазып отырады енді. Так. Мына жерден достар осылай ақырынап қаза береміз ойдым. Так. Қаза берейін. Қаза берген дұрыс болады. Енді, так, мына жерде былай высотаны қарап отырайық. Бізде әлі 40-шы высота. Примерно бір 13-ші высотаға шейін бару керек. Сояқтан как раз железо алып, барлығын аламыз. Так. Әзірше 30-ші высота. Біз достар өздеріңіз көріп отқандай 13-ші высотаға да келіп жеттік. И мына жерден кішкене осылай қарай қаза берсем, қазір алдымнан железо шығады деген үміттемін. Әзірге орай. Бірақ енді қазір осылай алдыға қарай қаза берем. Қандай руда шығады екен әзірге білмеймін. Бірақ мына рудаларды кішкене алып қою керек, себебі қандай руда екен әзірге білмеймін. Кейін пешке салғанда бірақ білеміз. Мынау бірақ железомен қазылады екен. Так, бір не емес, осындай 2 жол қазайын, себебі бір жолмен көп рудалар кездеспейді. Осылай достар 2 жолмен қазып, нәтижесінде не болғанын сіздерге көрсете жатырмын. Міне достар, өздеріңіз көріп отқандай мен кішкене осыншама жер ғана қазып едім. Осыншама жерден кішкене көбірек екен. И мына жерден уже біздің ең алғашқы железамыз шықты. И бізде әзірге 5 железо. Енді 5 железо әзірге нормально. Бірақ енді тағы да қазып көрем. Тағы да көптеген железолар шығады деген үміттемін әзірге орай. Маған примерно бір жартыстыққа жуық железо жетсе болды. Соған өзіме сет жасап, нормальный қылыш, сондай кирка жасап, и басқа да модтарды изучать етуге барамыз. И мен достар қазір ары қарай осыны қаза берейін. Тағы да қаншама железо шығатынын алдағы уақытта көре жатармыз. Достар, бізге сәттілік оң жағымен қарады десем болады, себебі мен осы жерден бір 2-3 қана блок қазып едім, уже біз яғни жақсы бір пещера тауып алдық. И осы пещерадан мен неше түрлі заттар көріп тұрмын, даже угілдің өзін көріп тұрмын. Осы қазір угілді қазып алайық. Бізде барлығы 22 угіл. Өте жақсы. Так, и мына жерде железалар да толып тұр екен. Осы железалардың барлығын аралап, маған шығу қажет. Так, мына жақта не бар екен? Так, мына жерде бір белгісіз руда. Оны қазір железамен аламыз. Так, мына жерде де угілдар толып тұр. И мынау, по-моему, алтын ба? Так, әзірше білмеймін қандай руда екен. Мына жерде уже обсидиан достар дайын тұр. Не деген жақсы. Бізде обсидиан дайын тұр. Так, маяққа шығамай кеттік қой. Оппа.
Так, мына жерде мынау не? Так, достар, мен түсінбей тұрмын, мынау алмаз ба? Или алмаз емес па? Достар, по-моему, мен қазір текстур пакты ауыстырып, қандай руда екенін көремін ау деймін. Себебі мына текстур пакпен алмаз табу қиын шамалы. Егер мынау алмаз болса, мен оны өткізіп алайын деп тұрмын. Бірақ жарайды достар, текстур пакты әлі ауыстырмаймын, себебі мен қазір өзіме пеш жасаймын да, мына бір железаны так қайнатып аламын. И осы железаға байланысты железный кирка жасаймын да, осы біреуді қазып көремін. Или бұл лазурит болуы мүмкін, или алмаз болуы мүмкін. Соған байланысты қазір астынан блоктар қойып тосып аламын. Оған шейін мына железаның піскенін күте тұрайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай бізде уже 3 железный слиток дайын болды. И менің кішкене қарным ашып қапты, осы жерден бір тамақ жеп алайын. Себебі қарным ашып қойып, кішкене сытесін толтыру керек. Так, и бізге не жасау керек еді? Кирка, дұрыс. Так, блин, қойылмай қалды. Так, өзімізге железный кирка жасайық. Я, өте жақсы. И мына жерде булыжниктер алып, мынаның астын барлығын нетсек, жауып тастайық. Так, осылай. Так, мына жерде жаба салу керек. Так, енді достар көрейік. Кеттік, 1, 2, 3. Так, достар, бұл өкінішке орай бізде лазурит. Жарайды, ештеңе етпейді. Қазір тағы да шахтаны аралап, алмаз табамын деген үміттемін әрине, бірақ ол. Так, мына жерде не? Так, мына жерде ештеңе жоқ сияқты ғой. Қазір көрейік. Тағы да алмаз оқпаса, құрбосқа өткізіп аламын. Так, былай жол салған дұрыс сияқты менің ойымша. Так, опа. Так, мына жерде былай қарап отырсам, алмаз жоқ өкінішке орай. И мына угілдің барлығын алып алайын. Өте керек. Так, 19. 19 ақтал екен. И мына жерде бізде красная пыль. Өте жақсы. И достар, мынау қандай үрді екен, өкінішке орай білмеймін, қазып көреміз. Так, демек бұны тек қана алмаздың киркамен қазу керек сияқты. Жарайды. Так, мынаны жаба салайын. И мына жерде жөн қорқынышты дауыстар шығып кетті ғой. Жотта мен әлі монстрларды кездестірген жоқпын. Так, бізде вроде барлығы нормально. Так, мынау қазылама. Жоқ, бұл да алмазды қазылады. Так, мынау чоза руда. Так, түспеді. Достар, барлығына әзірше алмаз керек сияқты ғой. Достар, көріп тұрғандарыңыздай мынау Амазон па, осы сол екен. Сонда, значит, осылардан ана алмазды қылышты аламыз демек. Бұл түсіндік. Осы арқылы алмазды қылыш аламыз. Бірақ мына жерде уже тупик екен, былай қарап отырсам. Біз қазір бағанағы жерімізге барып, тағы да кішкене шахтаны аралайық. Сонымен достар, мен өзімнің бағанағы жеріме келдім. Так, менің уже инвентарым толып кетті. Осы жолда келе жатып өзіме осындай бір ресурстар уже жинап алдым. Қалай қарап отырсаңыздар. Так, енді осының барлығын өзімнің үйіме таситын сияқтымын ғой, себебі уже менде инвентар толып кетті. Былай қарап отырсақ. Так, мына сындырсын, лаваға түспесе екен. Так. Так, что-то воин манер істемеді. Бірақ ол shiftпен істемейді екен ғой, бақштай. Жарайды. Достар, қазір мен мынаның барлығын өзімнің үйіме барып тасиын, себебі мына жерде мини картада бір мына жерде метка оқып өзік. Так, мына жерге бір метка қойып, метка. Так, мына жерге 60. Жарайды, 66 бола берсін. И осы жаққа телепорт жасаймыз. Уже түн болып кетті. Былай қарап отырсам. Так, вот шығамай кетті ғой. Так, что-то мен ешқандай монстр көріп тұрған жоқпын. Бірақ мына жерде монстрлар жүр. И қазір барып, кішігірім дайындалып алайық. Себебі соларға қазір отпор беру керек. Так, мына жаққа железаны қайнатсақ, мына жаққа бір Коппенор деген бір руда бар екен. Соны қыздырайық. И мына жерге сундық қойық. Сундықтың ішіне өзімізге керек емес заттарды қойып қоюға мүмкіндік бар. Так, мынау бізге керек емес. Қазірге мыналар да керек емес. Так, железді қазір өзіме қылыш жасап алайын. Жақсы бір қылыш. Так. Опа, достар.
өте жақсы. И мына қалғандарын қоя саламыз ғой. Так, мына жерде әлі железо қайнап жатыр. И мына коппен игноттан не жасаса болады екен? Так, бұдан жақсы бір кирка жасауға болады. Және де достар, жақсы броня жасауға болады. Осына бір волшебный палочка. Так, ол не үшін керек екенін мен әлі түсінбедім. Бірақ обычный заттар жасауға болады екен, өкінішке орай. Ал мынадан мынау золотая руда. Так, золотая руданың да өкінішке орай біз мына жерге қоямыз. И мына 10 железо әзірге қайнағанша біз уақытты шегеріп күте тұрайық. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандай бізде уже 20 железный слиток. И осы 20 железный слитқа так өзімізге кішкене осын заттар жасап алайық. Мысалы броня дегендей. Так, хотя бы енді паножи жоқ, жарайды. Так, мынаған тағы да бір кирка жасай саламыз ғой, себебі кирка бізге өте керек. И мынаны былай қоямыз. Так, болды. Так, достар, уже бізде барлығы практически дайын. Так, мына жерде бір житель қадалып қалды ма, не болып қалды? Так, бұл түкте тұрғысыз жиделген. Түк жарамайтын. Тұра берсін. Так, еще мен мына жерде ешкімді көріп тұрған жоқпын. Вроде сложность нормальныйда тұру керек қой. Так, жарайды, әзірге ешкім жоқ. Онда біз тезірек барып мына шахтамызға барайық. Так, осы шахтамыздан тағы да басқа да рудалар жинап қайтуымыз керек, міндетті түрде. Так, бағана қай жерде қазір? Оппа. Мыналарды бізге міндетті түрде жинап алу керек. Осындайдан біз 99-ын жинап алсақ, демек біз өзімізге бағанағындай 13 урондық алмазный қылыш ала аламыз сатуштан. Так, қай жерін қазір өдім мен? Аппа. Мына жерге барсам бөлем ғой. Так, сондықтан өлмес үшін бізге бір амал қажет. Ол мына шетімен былай қасып барайық. Өкінішке орай біздің каменный киркамыз сынып қалды. Бірақ енді жақсылыққа орай бізде железный кирка бар. Так, анан что-то көрмей тұрмын. Анан да қойым, жерді көрмей тұрмын ғой. Так, біз әзірге кішкене жақындап қалдық. И тезірек түсейік. Қай болды қош. База жоқ. Оппа, мына өткізе жаздаппын ғой. Осының барлығын алуымыз керек. Өкінішке орай бұған VN Miner жұмыс істемейді екен. Жарайды, ештеңе етпейді. И бізде уже қанша болады екен? Так, қазір мына соңғысын ала салайық. Бізде уже 9 қалды. 99-ға әлі көп бар. Сондықтан асықпай қойға болады. Шошып кеттік қой. Так, мына жақта қандай заттар бар екен? Рудалар дегенде. Так, барып былай көрейік. Шотта мен әлі алмаз өкінішке орай кездестірген жоқпын. Бірақ алдағы уақытта кездестірем деген ойдам. Так, мына рудалардың барлығын алмазный рудамен, киркамен дегенде, рудамен да қойсын ғой. Алмазный киркамен алған дұрыс сияқты менің ойымша. Себебі железный мен алынбайды по-любому. Так, мына жерде гравий. Түсінікті. Так, біз гравийді қазып алайық, себебі бізге өте көп мөлшерде кремень керек. Так, кремень қайда? Опа. Бізде әзірге 7 кремень и 1,5 стак гравий, өкінішке орай. Так, мына жерде золотая руданы көріп тұрмын. И так, железная руда. Так, алынсай. Ал бұна. Так, что-то бақтар отыр. Кішкене қатып отыр өйді. Болды, алынды. Өте жақсы. Опа! Достар, мен серияның бірінші серияда айтып кеткем, бізде супергеройларға арналған мод барды. Сол модтар арқылы біз, достар, так, мына жерде мына Титриdium Gem деп тұр ғой. Осы арқылы біз супергеройлардың костюмын алуға арналған верстак жасай аламыз. Сол верстак арқылы біз өзімізге супергеройлардың киімін жасай аламыз. Ой, блин, қылышым. Опа.
Так. Анадан мені өлтіріп тастады. Қалайша байқамай қалдым. Жарайды. Қазір барып заттардың барлығын бәрібір алып алам. Иә, заттардың барлығын жақсы алдым. Так, мына жерде менде отметка бар екен ғой. Оған телепорт жасай салу керек. Наглел жыныма тиіп кетті ғой. Так, уже менің ойымды практически бөліп жіберді кәдімгідей. Так, достар, бағана айтып кеткендей, бізде супергеройларға арналған мод бар екен. Сол мод арқылы мынау Титриdium Games арқылы біз верстак жасаймыз. Сол верстак арқылы костюм аламыз да, сол арқылы костюмді киіп спокойно жүре берсек болады. И достар, қазір мен сіздерге кәдімгідей бір нәрсе айтайын. Өздеріңіз білетіндей, менде уже осы выживанияға өзімнің правиламды қоямын. Қараңыздар, менде бағана қанша опыт болды? Менде 11 тал опыт болды. Ал қазір менде 4-еу. Себебі мен Game Rule Keep Inventory түрі қоспаймын. Бірақ есесіне мен мынандай бір командадан жазам. Ол бізде XP так 10 болсын. Уже көріңіздер, 5 опыт қосылды. Осылай өзімнің бұрынғы опытыма қайттан келтіріп алам. Сол үшін мен қазір өзіме так 50 жасақтым. Так 8 болды. Тағы да 50 жасайын. 11 болды достар. Осылай жазып тұрам, себебі бағанағы 11 опытым құр босқа кетіп қалады себебі. Так. Уже былай қарап отырсам, вообще түк жоқ. Опа. Так, опа. Ё-моё. Так, түсінбей қалдым ғой не оған. Ана мен ұрып кетті ғой кәдімгідей. Жарайды, мына рудан барлығын алып алайық. Так, бізде уже мына жерде уголь өте жақсы. И мына жерде железаны көріп тұрмын. Так, мына железаны да барлығын алып алайық. И мына жерде бағанағы бір руда атын ұмытқам. Так, осыны да алып алдық. И мына жерден қазір өзімізге көп деген железаларды жинап қайтайық. Енді достар, қазір мен енді скорее всего пауза қоятын сияқтымын ғой, себебі пауза қоймасам уже менде уақыт аз, уақыт шектеулі. Барлық серия шахтамен өтіп кетеді. Тек шахтамен өтті десем де болады уже. Қазір енді мен осы шахтаны аралаймын, нәтижесінде қандай заттар алғанымды сіздерге көрсетіп боламын. Сондықтан мен қазір пауза қоям. Сол үшін 1, 2, 3. Сонымен достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, мен уже практически осы пещераның барлығын аралап біттім. И бізде бар болғаны осы қана рудалар. Опа. Так. Түсінбей қалдым. Кім мынау? Так, мына жер тағы бір өтір. Бауырым. Ұсталдың деген осы. Так, мынадан бізге какой-то бір булыжник түсті. Оны не үшін керек екен білмеймін. Я, достар, бағана айтып кеткендей, уже мына шахтаны мен барлығын аралап тастадым. Тағы да шахта қазатын шығарым, себебі бәрібір іш пісіп кетеді. Так, жарғанат. Тағы да мына жерден осылай қарай бір тағы да шахта қазайын, себебі уже мынау бізде бітті. Бұны осылай жауып қойсақ та болады. И қазір мен тікінен осылай қазам, шахта қазам. Нәтижесінде не болғанын сіздер алдағы уақытта көресіздер. Жалпы достар, мен осыншама бір жерді қаза келем. Уже ерініп кеттім. Енді ерініп дегенде сіздер үшін ерінбеймін. Бірақ қалай қарап отырсам, уже менің уақытым бітті. Кәдімгі 20 минуттан асып қалыпты. Или асып па білмеймін, әйтеуір. Тағы монтаж кезінде асады ғой по-любому. Енді достар, мен ақырында осы кезде аяқтайын. Сіздермен болғанмен нәрсем, егер осы серия сіздерге ұнаса, онда міндетті түрде лайк қойыңыздар, арнаға жазылыңыздар, комментария жазыңыздар. Ең бастысы, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.